Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Дәл осы шығарылымда сіздерге «Как приручить дракона» мультфильмінің екінші бөлімін қысқаша айтып беретін болам. Ал бірінші бөлімі менің арнамда шыққан болатын. Және фильмді толықтай түсіну үшін бірінші бөлімді көруге кеңес беремін. Ты мне веришь, брат? Мы все осилим. Олух аралында викингтер мен айдаһарлардың арасында бейбітшілік орнағанына 5 жыл болды. Жас кейіпкерлер қойларды пайдаланып айдаһарлар жарысын ойнайды. Ал Икинг болса, әдеттегідей жарысқа қатыспай, қоршаған әлемді саяхаттап жүр. Осынша уақыттың ішінде Икинг айдаһар сияқты ұшуды да үйренген екен. Онымен қоса қоршаған әлемді зерттеп, үлкен карта жасап жүр. Ойыннан кейін Астрид айдаһарымен бірге Икингті қуып жетті. Сонда жігіт қызға әкесінің Икингтің тайпа көсемі болғанын қалайтынын айтты. Бірақ та жігіт ондай жауапкершілікке дайын емеспін дейді. Вождь, это так почетно. Я бы обалдел от счастья. Әңгімеден кейін олар алыстан үлкен түтінді көреді және дереу сол жерге барады. Осы кезде айдаһар аулаушылар Астридтің айдаһарын қолға түсірді және Икинг мен Астрид дереу айдаһарды құтқаруға келді. Бұл жерде Эрит есімді айдаһар аңшысы бар еді және ол түнгі қаһарды көргенде қатты таңғалды. Эриттің жұмысы айдаһарларды аулап, драгомен саудаласады. Ал драго дегеніміз барлық айдаһарларды, ал содан кейін бүкіл әлемді бақылауға алғысы келетін жауыз адам. Осыдан кейін Икинг мен Астрид айдаһарды босатып, Эриттен қашып кетеді. Жігіт үйіне келіп, әкесіне Драго Блудфисттің айдаһарлар әскерін жинақсы келетінін айтты. Сонда әкесі қатты шошып кетеді. Если он соберет армию драконов, боги, спасите нас всех. Әкесі Стойк дереу қамалдың есіктерін жауып, ешкім шықпасын деп бұйырды. Ал Икинг болса әкесіне жалынып, Драгомен барып сөйлесейік дейді. Бірақ та әкесі қарсы, себебі Драго ешкімді тыңдамайды дейді. Болмағасын Икинг әкесінің бұйрығына қарамастан далаға қашып шықты. Ал ізінен Астрид та шығады. Және қайтадан Эриттің кемесіне келді. Және оған бізді Драгоға алып бар, есесіне 2 айдаһар сендердікі дейді. Сондағы Икингтің мақсаты Драгомен барып сөйлесіп, келісімге келу. Және оған айдаһарлардан ешқандай зиян жоқ екенін түсіндіргісі келеді. Я Эрет, сын Осы кезде әкесі Стойк келіп, тағы да баласын қайтуға көндіргісі келді. Бірақ та бала көнбейді. Сонда Стойк бұрын Драгомен болған бір оқиғаны айтып береді. Ертеректе Олух аралындағылар айдаһармен шайқасып жүргенде, Драго Блудфист деген бір адам келген екен. Және айдаһарларды жалғыз мен ғана басқарамын. Егер де маған бағынып бас есеңдер, мен сендерді айдаһардан құтқарамын деп айтқан екен. Бірақ та барлығы Драгоны келеке қылып күле бастады. Сонда Драго ашуланып сыртқа шықты. Ал ортаға айдаһарлар келеді. Және бөлмедегі адамның барлығын өртеп жіберген, ішінде тек Стойк аман қалды. Осыншама оқиғаны естісе де, Икинг Драгомен сөйлесемін деп ұшып кетті. Осылайша бұлттан жоғары ұшып бара жатқанда, ол бетперде киген айдаһар шабандозымен кездеседі. Белгісіз адам жігіт пен айдаһарды мұзды үңгірге алып барды. Ал үңгірдің ішінде бұрын көрмеген айдаһар түрлері өте көп. Ал белгісіз шабандоз дегеніміз Икингтің анасы екен. Оның есімі Валка. Баласы екеуі бірін-бірі көріп қуанады. Үңгірде Икинг барлық айдаһарлардың айдаһар патшасына бағынатынын білді. Онымен қоса дәу айдаһар барлығын басқара алады екен. Валка баласына Олухтан қалай кетіп қалған туралы айтты. Ертеректе Олух аралындағылар айдаһарлармен соғысатын еді. Сондай бір соғыстың кезінде кішкентай бүлдіршін Икингтің қасына айдаһар келіп тұрғанда, айдаһардың балаға мейіріммен қарап тұрғанын көреді. Осы кезден бастап Валка айдаһарлардың ешқандай зиян емес екенін білді. Алайда бөлмеге Стойк кірген кезде айдаһар қорыққаннан Валканы өзімен бірге алып кетті. Содан бері Стойк әйелін өлді деп ойлаған. Ал Валка болса айдаһарлардың барлығын зерттеп, олардың қыр-сырын біліп, айдаһарлардың қаншайымына айналып кеткен. Осы уақытта Астрид басқа балалармен бірге Эритті қорқытып, бізді Драгоға алып бар дейді. Осылайша балалар Драгоға да келді. Алайда Драгоның әскері балаларды және айдаһарларды қолға түсірді. Осы кезде Драго Олух аралында өте көп айдаһарлар бар екенін естіді. Және Икингтің айдаһарларды басқаратын естіп ашуланып кетті. Және кеменің бағытын өзгертіп, айдаһар шабандоздарына қарай бет алуды бұйырды. И легко завоюем Олух! Ал осыдан кейін Эритті өлтіріңдер деп бұйырғанда, Астридтің айдаһары Эритті құтқарып қалды. Икингтің әкесі Стойк ұлын айдаһарлар үңгірінен табады және оны Олухқа қайтаруға тырысады. Және сол жерден әйелінің әлі тірі екенін анықтайды. Осы кезде екеуі бір-біріне қарап, кезінде шырқаған ескі әнін қайтадан шырқайды. Ал кейін анасы Олухқа қайтадан оралып, бір отбасы болуға келіседі.
Алайда Драго өзінің викингтер мен айдаһарларын ертіп аралға шабуыл жасайды. Эрит өз кезегінде айдаһарлар мен балаларға көмектесуді шешті. Үлкен соғыс басталды. Екі жақ айдаһарлары бір-бірімен қырылуда. Икингтің анасы Валка өзімен бірге айдаһарлар патшасын алып шықты. Ал Драго болса өзімен бірге айдаһарлар патшасына қарсы қара айдаһар патшасын алып келеді. Драго Икингтің анасын өлтірейін деп жатқанда көмекке Стойк келеді және Драго екеуі кішігірім төбелесіп қалады. Осылайша екі жақтың ең үлкен патша айдаһарлары төбелесіп жатқанда қара айдаһар ақ айдаһарды құлатып, оның бүйіріне мүйізін тығып өлтіреді. Үлкен қара айдаһар айналасындағы барлық айдаһарларды, соның ішінде түнгі қаһарды да өзінің гипнозымен бағындырады. Осы гипноздың арқасында Драгоның бұйрығымен түнгі қаһар Икингті өлтірмекші. Әкесі Стойк баласын құтқару үшін жүгіріп келе жатыр. Ал Беззубик аузымен от шашқан кезде, оның шашқан оты Стойкқа тиіп, осы жерде әкесі қайтыс болды. Осыдан кейін үлкен айдаһар гипноздың арқасында бүткіл айдаһарларды өзіне бағындырып, Олух аралына қарай бет алды. Икинг анасымен және достарымен бірге Стойкты викинг рәсімі бойынша жерлейді. Осылайша Икинг викингтер тайпасының басшысына айналды. Енді Икинг Драгоны тоқтатып, Беззубикті өздеріне қайтару керек деп шешті. Барлық ересек айдаһарлар зұлымдықтың артынан ұшып кеткендіктен, Икинг айдаһар сәбилерді пайдаланады. Өйткені олар ешкімге бағынбайды. Демек бұл гипнозға қолжетімді емес деген сөз. Икинг достарымен бірге Драго мен оның әскерімен күресу үшін Олух аралына қарай ұшады. Осы жерде достарына үлкен айдаһарды алаңдата тұрыңдар, ал мен Беззубикті гипноздан шығарып көрейін дейді. Балалар катапультамен қойды атып, үлкен айдаһарды алаңдатады. Ал енді біреусі үлкен дабыл белгісін іске қосты. Осы сәтті пайдаланып Икинг Беззубикке жақындап, оған әкемнің өліміне сенің ешқандай кінәң жоқ, сен менің досымсың деп қайта-қайта қайталайды. Соның арқасында Беззубикті гипноздан аман есен шығарды. Енді бала Беззубикті тағы да гипнозға түсіп қалмас үшін оның көзін шүберекпен байлап қояды. Драго зұлым айдаһарға Икинг пен айдаһарды өлтір деп бұйырды. Бірнеше сәтсіз әрекеттен кейін зұлым айдаһар Икингті аузынан шығатын мұзбен атып тастайды. Бірақ та Беззубик оны өзінің қанатымен жауып үлгереді. Содан кейін екеуі де мұздың астында қалды. Бірнеше секундтан кейін мұздың ішінде көгілдір жарық жанып, Беззубик бүткіл денесімен мұзды ерту арқылы оны жарып жіберді. Мұздан босатылғаннан кейін Беззубик белгісіз бір қаһарлы күйге енеді. Оның денесінің кейбір жерлері жарқырай бастады және от шашу күші де екі есе арта түсті. Содан кейін үлкен айдаһарға қарсы шығып, оны шайқасуға шақырады. Дәл осы кезде басқа айдаһарлардың барлығы гипноздан оянып, Беззубиктің қасына шықты және барлығы жабылып, үлкен айдаһарды оттарымен ата бастады. Беззубиктің соңғы соққысы үлкен айдаһардың оң жақ мүйізін сындырып тастады. Осы жағдайдан кейін Драго мен үлкен айдаһардың қашуына тура келді. Енді Драгодан қалған айдаһарлар да, Олухтағы айдаһар да және Валканың үңгіріндегі айдаһарлардың барлығы Беззубикті басшы деп мойындап, оның алдында бастарын иеді. Ал жігіт болса әкесі Стойктың айдаһарын Эритқа табыстайды. Икинг Астридті сүйеді. Олух аралы енді бостандықта. Енді жігіт викингтердің жаңа басшысы ретінде аралды қайта қалпына келтіретін болды. Осымен мультфильм аяқталды достар. Достар, бейне ұнаған болса арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Ал келесі видеоны бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қой. Келесі көріскенше аман сау болыңдар достар.